Hello students, how are you? Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 4-ші сыныпқа арналған ағылшын тілі кітабының 68, 69, 70, 71 беттеріндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Hot and cold. Ыстық және суық. Did you know? Сен білесің бе? The fastest wind speed ever recorded was on Barrow Island, Australia. It was 408 kilometers an hour. Желдің ең қатты жылдамдығы Австралияның Барроу қаласында тіркелген. Ол сағатына 408 шақырым болды. Exercise number 1. Look at the picture, answer the question. Берілген суретке қараймыз және де сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ. What season is it? Бұл қандай мезгіл? It is winter. Қыс мезгілі. Екінші сұрақ. What's the weather like? Ауа райы қандай? Жаңағы суретте ауа райы қандай? It's cold or it's snowing. Суық немесе қар жауып тұр. Үшінші сұрақ. What clothes are they wearing? Олар қандай киім киіп алған? They are wearing jackets, gloves and hats. Жекет, яғни күртеше, қолғап және бас киім киген. Төртінші сұрақ. What holidays are they in this season? Осы маусымда қандай мерекелер бар? We have New Year and Independence Day. Бізде жаңа жыл мерекесі және де тәуелсіздік мерекесі бар. Exercise number 2. Listen, point and repeat. Тыңда, көрсет және де қайтала. It's snowing. Қар жауып тұр. It's cold. Суық. It's cloudy. Бұлтты. It's foggy. Тұманды. It's sunny. Жылы. Күн шығып тұр. It's hot. Ыстық. It's windy. Желді. It's raining. Жаңбырлы. Жаңбыр жауып тұр. Exercise number 3. Read and match, then say. Сөздерді оқып, оны қажетті сөзбен сәйкестендіріп, одан кейін айту қажет. Бірінші қатарда бізде 6 спорт түрі берілген, және де екінші қатарда a summer activity, a winter activity. Қысқы мезгілдің спорт түрі және де жазғы мезгілдің спорт түрі деп екіге бөлінген. Соны енді 6 спорт түрін біз 2 спорт түріне бөліп шығуымыз қажет, яғни жазғы және қысқы деп. Біріншісі бізде swimming, жүзу. Бұл жазғы спорт түріне жатады. Skiing бізде шаңғы мен сырғанау. Бұл бізде қысқы спорт түріне жатады. Үшіншісі surfing, аудармасы surfing, жазғы спорт түріне жатады. Келесі төртінші skating, мұз айдынында сырғанау, қысқы спорт түріне жатады. Бесінші бізде camping. Кемпинг ол жазда немесе күн жылы кезде таулы жерге заттарымыздың барлығын алып шығу. Жазғы мезгілге жатады. Алтыншы бізде snowboarding. Snowboard бізде қысқы спорт түріне жатады. Swimming is usually a summer activity, but skiing is a winter activity. Жүзу әдетте жазғы спорт түріне жатады, ал шаңғы тебу қысқы спорт түріне жатады. Surfing is usually a summer activity, but skating is a winter activity. Серфинг әдетте жазғы спорт түріне жатады, ал коньки тебу қысқы спорт түріне жатады. Camping is usually a summer activity, but snowboarding is a winter activity. Кемпинг бізде жазғы мезгілге жатады, ал snowboarding қысқы спорт түріне жатады. Exercise number 4. Let's play. Кел ойнайық. Бір оқушы өзінің не істеп жатқаны туралы сурет салып сұрақ қояды. What am I doing? Мен не істеп жатырмын? Екінші оқушы табу қажет. You are swimming. Сен жүзіп жатсың. It's summer. Бұл жаз мезгілі. Дәл осылай өздеріңізге ұнайтын спорт түрін сурет салу арқылы осылай ойнасаңыздар болады. Exercise number 5. Match the words to the pictures, then listen and check. Сөздерді суреттермен сәйкестендір, одан кейін тыңда және де тексер дейді. Ең алдымен біз сөздердің аудармасын біліп алайық. Campfire, алау. Firewood, отын. Rope, арқан. Fishing rod, қармақ. First aid kit, алғашқы көмек жинағы. Blanket, төсек жапқыш. Camp stove, жылжымалы электр пеші. Cool box, салқындатқыш. Whistle, ысқырық. Penknife, шаппа пышақ. Енді суреттермен сәйкестендіреміз. Біріншісі campfire,
allow E, екінші firewood A, үшіншісі rope B, төртіншісі fishing rod G, бесіншісі first aid kit F, алтыншысы blanket H, жетіншісі camp stove D, сегізіншісі cool box C, тоғызыншысы whistle J, оныншы pen knife I. Exercise number 6. Read and find the words. Сөздерді оқып табу қажет. Біріншісі, you use this when you get hurt. Сен мұны алған кезде пайдаланасың. Біз нені пайдаланамыз? Яғни first aid kit, алғашқы көмек жинағын пайдаланамыз. Екіншісі, you use this to make a fire. Сен мұны от жағу үшін пайдаланасың. Жауабы firewood, отын. Үшінші, you make a sound when you use this. Мұны пайдаланған кезде сен дыбыс шығарасың. Бұл бізде whistle, ысқырық, сықырғыш яғни. Төртінші, you can get warm near this. Осыған жақын жерде сен жылына аласың, яғни жылынуына болады. Бұл бізде campfire, алау. Бесінші, you can cook on this. Осыған пісіруге болады. Бұл бізде camp stove, жылжымалы электр пеші. Алтыншы, you can use this to tie something. Rope. Бұл затты бір нәрсені байлау үшін пайдалануға болады. Жауабы rope, арқан. Жетінші, you use this when you are cold. Бұл затты суық кезде пайдаланасың. Blanket, төсек жапқыш. Сегізінші, you can use this to cut things. Бұл затты белгілі бір заттарды кесу үшін пайдалануға болады. Pen knife, шаппа пышақ. Тоғызыншысы, you can use this to catch fish. Мұны балық аулау үшін пайдалануға болады. Жауабы fishing rod, қармақ. Оныншы, you can keep your food in this. Тамақты осында сақтай аласыз. Бұл зат cool box, салқындатқыш. Study spot. Ережеге қараймыз. Бұл жерде бізде модальный етістіктер мен сөйлемдер берілген. Бірінші сөйлем, you have to pay 50 pounds a day at the campsite. Сен лагерде күніне 50 фунт төлеуін қажет. Have to дегеніміз, яғни төлеу қажет. 50 фунтты күнделікті төлеп отыру қажет. Бұл заң, яғни заңды түрде төлену қажет. Осы кезде қолданамыз, яғни міндетті түрде орындалу қажет іс-әрекет болса, have to-ды осы кезде пайдаланамыз. Екінші сөйлем, you don't have to bring a tent. Сен өзіңмен бірге шатыр әкелудің қажеті жоқ. Келесі сөйлем, you must have warm clothes. Сен өзіңмен бірге жылы киімдеріңді алып келу қажетсің. Must, яғни қажет, должен. Must сөзі өзімізге қажет кезде немесе басқа адамдарға қажет кезде айтылады. Және соңғы сөйлем, you mustn't drop later. Сенің қоқыс тастамауың қажет. Бұл жерде mustn't, яғни тастамау қажетсің. Exercise number 7. Complete the sentences use must or mustn't. Сөйлемдерді must немесе mustn't пен аяқтау қажетпіз. Бірінші сөйлем, you must camp at a campsite. Сен кемпингте өзіңнің заттарыңды құруың қажет. Екінші сөйлем, you must take a tent, a sleeping bag and a whistle with you. Сен өзіңмен бірге палаткада ұйықтайтын сөмке және де сықырғыш, яғни сықырықталуың қажет. Үшінші сөйлем, you must cook on a camp stove. Сен арнайы электр пешінде тамақ жасауың қажет. Төртінші, you mustn't go near wild animals. Сен жабайы жануарлардың қасына бармауың қажетсің. Бесінші сөйлем, you must take a first aid kit with you. Сен өзіңмен бірге алғашқы көмек жинағын алып жүруің қажет. Алтыншы, you mustn't eat wild fruit and vegetables. Сен жабайы жемістер мен көкөністерді жемеуің керексің. Жемеуің қажет. Mustn't болады. Жетінші, you must keep your food in a cool box. Тамақты арнайы қорапшада алып жүру керек. Сегізінші, you mustn't go for a walk alone. Сен жалғыз өзің саяхаттап шығуға болмайды. Exercise number 8. You want to go camping.
Talk with your friends and find out about what you have to, don't have to, do at a campsite. Тапсырма бойынша сіз кемпингқа барғыңыз келеді. Досыңызбен сөйлесіп, кемпингте не істеу керек, не істемеу керек екендігін білді. Сұрақ қоямыз. Do I have to bring a tent? No, you don't have to. Мен палатқа келуім керек пе? Жоқ, қажет емес. Келесі. Do I have to pay? Мен төлеуім керек пе? Yes, you do. Я, төлеуің қажет. Келесі сұрақ. Do I have to cook? Менің тамақ істеуім керек пе? Жоқ, керек емес. Келесі сұрақ. Do I have to wash my clothes? Мен киімімді жууым керек пе? Yes, you do. Я, жууым қажет. Do I have to clean around my tent? Мен палаткамның айналасын тазалауым қажет пе? Yes, you do. Я, қажет. Келесі сұрақ. Do I have to have a camp stove? Менде жылжымалы электр пеші болу қажет пе? No, you don't have to. Жоқ, қажет емес. Яғни, X тұрған жерлерге біз жоқ деп жауап береміз, ал птичка тұрған жерлерге я деп жауап береміз.